Сәлем достар, сіздермен Назира. Бүгін сіздермен ұйғыр мантысын жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Біз 2 пиала суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды салып, қатты қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз міндетті түрде қатты болу керек. Осылай қамырларыңыз жұмсақ болып жатса, ұнның көмегімен қатты қылып илеп алсаңыздар болады. Қамырымыз осылай болып шықты. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Салмасына пияз бен етті ғана қолдансаңыздар болады. Мен бірақ ішінде мол болғанын қалап, ішіне асқабақ және де картошка қостым. Салмамыздың үстіне қара бұрышымызды және де тұзымызды салып, бір келке болғанша араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Міне осылай болып шығады. Арасын кескенде де қамырымыз бір келкі болып тұруы қажет. Міне осылай болып шықты. Осылай бөліктерге бөліп, видеодағыдай жаятын боламыз. Осылай кесіп алып, осылай домалақтап шығатын боламыз. Сол кезде қамырларымыз әдемі болып жайылатын болады. Дайын болған қамырларымызды осылай дөңгелек етіп жайып, үстіне салмамызды салатын боламыз. Және де видеодағыдай түйсеңіздер болады. Сіздерге анық көрініп тұр деген ойдамын. Осылай шықты. Осылай барлық қамырларымызды жайып түйіп алатын боламыз. Сіздерге анық болу үшін тағы да көрсетейін. Қолдың көмегімен осылай түйіп аламыз. Сіздерге тағы да түйіп көрсетейін. Егер де сіздер бірінші мәрте түйіп тұрсаңыздар, сіздерге қиын болуы мүмкін. Сол үшін видеоны қайталап көріп, осылай мен секілді түйіп алсаңыздар болады. Дайын болған мантылерімізді, табамызды майлап, қайнап тұрған суда пісіріп алатын боламыз. 45 минут қойып пісіріп аламыз. Міне осылай шығады, өте дәмді болып шығады. Қамыры жыртылмай, езілмей, өз қалпын ұстап тұратын болады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Зейін қойып көргеніңізге рахмет. Сіздермен болған Назира.